Төте жазу төтелеп, латын жазуын қиялап, ұлт жазуын өзгерткен ғасырлық съезд. Баку. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Қазақ баспасөзін насихаттайтын Парақтай майдары жалғасады. Біз бүгін осыдан 100 жыл бұрын Баку қаласында өткен бүкіл одақтық түркологтар съезіне қатысты бюллетенмен таныстыратын боламыз. Бұл бюллетенде дәл осы съезде жасалған баяндамалар берілген. 1926 жылдың 27 ақпаны мен 6 наурыз аралығында өткен бүкіл одақтық түркологтар съезіне қазақ делегаттарының арасынан Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, Біләл Сүлейұлы, Нәзір Төреқұл сынды тұлғалар қатысады. Бұл съезде терминология, әліпби мәселелері көтеріледі. 27 ақпан күнгі бюллетенге назар аударсақ, съездің беташар баяндамасы Әзербайжан халқының қоғам қайраткері, халық комиссары Самет Ага Агамалиоғлының баяндамасынан басталады. Кейіннен этнограф Григорий Чурсин, шығыстанушы Михаил Павлович, татар тарихшы Ғазиз Ғубайдуллиннің баяндамалары беріледі. Съездің екінші күні 28 ақпандағы бюллетенге назар аударсақ, ең алғашқы баяндама шығыстанушы Александр Самойловичтің баяндамасы. Одан кейін профессор Сергей Малов, лингвист Николай Поппе және алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы түркі халықтарындағы термин мәселесінен баяндама жасайды. Ахмет Байтұрсынұлы баяндамасында терминге байланысты принциптерінде атап өтеді. Съездің 3-ші күнгі, яғни 2 наурыздағы бюллетенге назар аударсақ, ең алғашқы баяндаманы профессор Хамид Муштари жасайды. Одан кейін шығыстанушы ғалым Ханафи Баба Зейналы, профессор Мелик Асланов және қырғыздың қоғам қайраткері лингвист ғалымы Қасым Тыныстанов латын әліпбиіне байланысты негізгі баяндаманы ұсынады. Ұлттық жазуымыздың өзгеруіне себеп болған термин мәселесі көтерілген, түркі халықтарының кілең мықты ғалымдары бас қосқан, түркі рухын оятқан бүкіл одақтық түркологтар съезіне байланысты бюллетенмен таныс болғыларыңыз келсе, біз сіздерді Парасат ордасына шақырамыз.